Сәлем достар, қалайсыңдар? Балалармен бірге Қазақстандағы ең үлкен ойын-сауық орталығына келдік. Ол Тараз қаласында орналасқан. Іші енді вау, супер, өте үлкен екен, кәдімгідей үлкен комплекс. Қазір сендерге ішін толығымен көрсетіп, обзор жасап шығатын боламын. Сосын видеоның соңында балалардың өздерін түсірген сюжеті де бар. Сол себепті видеоны достар соңына дейін қараймыз, жарай ма? Қолымнан келгенше барынша қызықты етіп айтып беруге тырысамын. Іші деген енді супер ғой, сөз жоқ қой, үлкен, өте дәу, кішкентай бала емес, даже үлкен адамды кіргізіп жіберетін ішіне ойна десе, үлкен адам өзі ойнап кететін сияқты. Вход туралы айтсам, входқа кіру ақысы 3000 теңге. Егер сен именинник болсаң, туылған күн болатын болса, онда вход бесплатно болады. Кіргеннен комплекстің дәу екенін байқауға болады, өйткені шкафтарының өзі өте көп. Мына жерде видеода көріп тұрған, бұның барлығы аяқ киім шешетін, киім артық сумкаларды салатын шкафтар. Қараңыздаршы, өте көп. Ішінде осындай бір залы бар, Ocean World деп аталады, яғни қазақшаға аударатын болсақ, теңіз әлемі деп аударылады. Ішінің барлығы, яғни теңіз, остров стилінде жасалынған, пираттар, Моана мультфильмінің персонаждары салынған. Ішін как мынау теңіз сияқты қылып істегенде, теңіздің ішін андай осындай шариктермен толтырып қойған. Горкадан сырғанап, прям суға түскендей боласың да. Сосын осындай зеркальный бір комната бар ішінде. Ішіне кіргеннен кейін бір басың айналып кете ма бірдеңе, қай жерден шығып, қай жерден кіретінін түсінбей қаласың. Бұны әлі де аяқтап бітірмеген сияқты, бір ары қарай созатын сияқты. Өйткені мына оранжевый көріп тұрсаңыздар, есігін жауып қойған, ары қарай созу да мүмкін. Бірақ ішінде прикольно. Мынау біз Жасмин, мен қолымда Таси. Сосын келесі залға өттік. Бұл жерде екі ортаны қосып тұрған осындай мостик, стеклянный болып келген, қорқынышты өткен. Басында қорқып өттім, себебі қолымда бала бар дегендей. Сосын осылай кіргеннен кейін сразу сол жағында песочницалар бар. Үлкен екі түрлі песочница, іші осылай күшті безендірілген. Бұл залдың стилі теңіздің түбіндегі бір жүрген сияқты болып сезінесің өзіңді. Мына песочницада неше түрлі инструменттер бар, машина түрлері бар. В общем, біраз уақытқа дейін ойнап алуға болады. Сосын осы песочницадан шыққаннан кейін щетка береді, аяғын щеткалап шығасың. Ары қарай осындай точечная мозаика бар. И соның қасында осындай үлкен стол, бір лего орналасқан. Ішінде енді әр түрлі фигуралар, формалар бар. Егер легоны ойнаған жақсы көретін болсаң, ол жерде көп нәрсе құрастырып жасауға болады. Залдың тура ортасында осындай музыкальная дорожка орналастырылған. Аяқпен басқан кезде дыбыстар шығарады. Ары қарай чисто қыздарский уголок, яғни кухня, бұл жерде барлық печка, чайник, ыдыс-аяқтар, корзина продуктов, печкалар, раковина, в общем, барлық кухняға керекті заттардың бәрі бар. Дальше одан да қызық осындай үлкен конструкторный домик сияқты бар. Ішінде үлкен конструкторлардың бөлшектері бар, өзінің қалағандай домик, в общем, құрастыруға болады. И осы жерден шыққаннан кейін сразу слайм салынған парталар бар, осындай формочкалары бар. Егер слаймды жақсы көретіндер болса, мыжып 2 сағат отырса болады. Мына қараңыздар, әр түрлі түсте бірнеше парта орналасқан. И осы залдағы ең соңғы бұл кішкентай балаларға арналған бизибордтар, яғни балалардың мелкий моторикасын, логикасын дамытатын осындай ойыншықтар. Ары қарай осы ойын-сауық орталығындағы ең үлкен залға өтеміз. Бұл жерде мынандай горка бар, сырғанап түсуге болады прямо осы жерден, немесе андай немен лестницасымен түсуге болады. Мен ар жақтан коридордан айналып келемін қазір. Қараңыздар, барлығы необычно жасалынған, пиратский стильда күшті, прям проходтары. Біз өйстіп келесі залға өттік. Бұл ең күшті, ең қызық залы. Қызықтың барлығы осы залда деп айтар едім. Бұл жерде осындай биік бірнеше горкалар бар. Сосын осылай сырғанайтын бар. Бұның атын мен білмеймін қалай аталатын. Егер де білетін болсаңдар, комментарийға обязательно жазып кетіңдер, жарай ма? Жасминка жылап қалды, себебі жасы 5-те, ал бұған сырғанау үшін жасы 8-ден асқан болу керек екен. Сендерге видео түсіріп жүрсем, таснимкамды таппай қалдым, сөйтсем осындай лабиринтке кіріп кетті. Ар жағында айна бар, қараңыздар, айнада мені көріп тұрсаңыздар, комментарийда қол болғап кетіңіздер. Тасиконы көтеріп алдым да, енді сұлтанчиктар таппай қалдым, сөйтіп іздеп жүрсем алдым, осындай площадка шықты.
Сөйтіп Тасиканы жібере салдым, ойнай берші деп, сөйтіп жан-жағыма қарасам, ар жақта Жасминканы байқап қалдым, шыққан сияқты. Сөйтіп барсам, лабиринттің ішіне кіріп кетті. Асты қандай десем, әкеңіз түсірейін дейді. В общем, қолынан алып асты жағын түсірді. Мінекей осындай екен. Сосын дальше балаларды іздеуге шықтық. Таси екеуміз қарасақ, осындай кубик толтырылған жұмсақ бассейн бар екен. Сөйтіп жоғарыға қарасам, балалар жоқ екен. Басқа балалар әйтеуір бір ойын ойнап отты. Сөйтіп Тасиді өстіп качеляға жатқызып қойдым да, жан-жағыма қарасам, оказывается, жақын маңда балалар батутқа секіріп жатыр екен. Сендерді іздеп жүрсем, осы жерде екенсіңдер ғой дедім да, жүріңдер одан ана тауға шығыңдар деп айтып, в общем, сойққа қарай бардық. Құлап қалмас үшін Сұлтанға страховочный осындай ремендерін тағып жатыр. Сұлтанчик тауға мініп шыққанша қыздармен осылай көңілденіп күштілеп билеп алдық. Сосын ары қарай тағы не қызық бар деп дальше кеттік. Сөйтсек, бізден бұрын қызық көруге Тасика кетіп қапты ғой. Өзінің шамасына қарамай осындай горкаға шығып жатыр. Сөйтіп балалардың барлығы осы горкаға кәшенді. Қарасаңыздар, бір необычно жасалынған, мынандай жанартау сияқты, вулкан атқылап тұрған сияқты. Артындағы суреттерді қарасаңдар, тау-тау, и мына горкада типа вулкан атқылап тұрған тау сияқты қылып жасалынған. Бір кезде қарасам, балалар осындай автоматпен ойнап жатыр екен. Атын не деп айтатынын білмеймін. Білетін болсаңдар, то же самое комментарийға жазып кетіңдер. Сөйтіп мен айттым, астында күшті, бұдан да мықты ойын автоматтары бар ғой, жүріңдер одан сойққа барайық деп, бәріміз сойққа бардық. Сөйтіп кәдімгідей бір мал қораға кіріп кеттік қой. Мал қора кәдімгідей, ішінде хайуанаттар, қой, сиыр, ешкі дейма, соның барлығы бар. Сонымен балалар тамағын да беріп, маңыратып, в общем, ол қойларды су құйса аузына маңырайды. Сөйтіп су бергеннен кейін оны еще сауға болады. Бутылка, балалар қолдарына бутылкаларын алып алып, кәдімгідей сау оларды. В общем, тамақтарын беріп. Исіп су ішеді. Достар, осы айдың соңына дейін біздің 1000 подписчикке жетсек деген мақсатымыз бар. Сол себепті бізге сендердің көмектерің қажет. Егер видеомызды подпискасы көріп отырған болсаңдар, каналымызға тіркеліп кетіңдер, өтініш, қатты қуанып қалар едік. Және де видео ұнап жатқан болса, пальчики вверх басуды ұмытпаңдар. Бұл біздің продвижениемізға көмектеседі. Егер видео ұнамаса, дизлайк, яғни пальчики вниз бассаңдар да болады. Осы арқылы біз видеомыздың сендерге ұнамай жатқанын біле аламыз. Сосын сендерге бір сұрағым бар, яғни соңғы кезде қандай тақырыпта видео көрген ұнайды сендерге, соны комментарийға жазып кетсеңдер, келесі жолы біз сол тақырыпта видео түсіретін боламыз. Достар, видеоның басында балалардың сюжеті болады деп айтқан болатын. Енді келесі ары қарай балалардың өзін түсірген, яғни лабиринттің іштерін түсірген видеолары бар. Соны тамашалаңыздар. Осы жерде өтіп бара жатырмық. Бұл өте үлкен ойнайтын жер. Кім таразда тұрады, осы жерге келсін. Бұл бізде Еркенұр. Біз ең үлкеніне мініп бара жатырмық. Бұзық ең үлкен жеріне. Мына жерде мынандай кәшенетін жер. Адамдар кәшені олып отырады. Мына жерде адамдар ойнайды, ыстық картошка ойнайды. Осы жақта адамдар. Осы жерде круг отырады, сосын уақытыға ойнап отырады. Өте күшті жер. Енді тағы үстіне кеттік. Еркенұр бізде нақты ойнап отыр. Еркен бізде де жерде отыр. Еркен мені ұрып жіберді ғой. Мына жерде бізден онда үлкен жер. Біз мына жерден, біз осы жерді Сұлтан екеуміз жақсы көреміз. Осы жерде бүйтіп өтеміз. Мына кругта бүйтіп отырамыз. Мына кругтардың ішіне кіреміз. Жасминді қара. Қайда? Жасмин ана жерде отыр. Бізде. Ойбай. Достар, осы жерге сіздерге келіп көріңіз. Өте күшті. Мына жерде бізде Жасмин. Сәлем де достарға. Нақты адам мына жерде жаңа біз көттік. Мына жерде Бирка. Мына жерде біз міне түсеміз.
Болды, біз келдік. Бүгінгі күн қалай өтті? Менің бүгінгі күнім өте жақсы болып өтті. Мен бәрімен ойнап, сөйлесіп, күле отырдым. Өте күшті өтті бүгінгі күн. Ертең енді сен. Қалай өтті бүгінгі күн? Ұнады ма? Бүгінгі күн жақсы өтті. Мен көңілді болып жүрдім. Горкадан қашен қорқып кетпедім даже. Смелый болдым. Жақсы күн болды. Жасмин сен? Мен анау шарик бар горкада қорқытпай қашенді. Вообще, вай! Молодец. Сосын, вообще, обычно. Енді Сұлтан. Күшті болды. Сонымен бірге Жашым ұшты көбірек. Күшті ойнадық, жақсы болды. Күлдік. Қазір не істеп жатсыңдар? Біз тамақ ішінде жатыр. Картошка фри мен чипсы. Ой, пицца. Бүгінгі сағат уже 10:30 болды. Шаршадыңдар ма? Шаршамадық. Вообще шаршамадық. Бізде көп энергия бар. Әлі 100 энергия бар. Шашын қызыл қойыпты, русалочка сияқты. Мына еркешан шашы. Фиолетовый. И қырықты. Қырықты ма? Күшті септі шаштарында. Если что, колокольчик бар ғой, а? Ол астыда. Подписка тоже астыда. Басында. Пицца. Пицца. Пепперони особенно. Сол досымен видеомыз аяқтайық. Пока. Видео ұнаған болса, істейміз. Лайк басаңыздар. Сосын? Сосын подписка жасаймыз. Ну, давайте. Пока-пока. Пока-пока. Сіз колокольчик басыңыздар. Комментарияға жазыңдар, мынау күшті канал. Видео ұнаса.